Әрбір жүрегінде жалын, көзінде оты бар азаматтың басты міндеті отанына адал қызмет атқару. Ер жігіт етігімен су кешіп, от басқан, ат ауыздығымен су ішкен, сұр шинелі төсек етіп, ақ қар көк мұз жастанып, жаумен шайқасқан. Ұлы отан үшін жанын қиған, ер жүрек батырлардың қаһармандық ісі еш уақытта ұмыт болмайды, мәңгі есте сақталады. Ақтық демі қалғанша елін қорғаған, қасық қаны таусылғанша жаумен алысқан қазақтың батыр ұлдары мен қыздарын, олар жайлы сол кісілердің ерліктерін, елге деген сүйіспеншіліктерін айтып тауысу мүмкін емес. Бүгін мен қазақтың өр тұлғаларының жалғасы, даңқты батыры, отанына шын берілген қайсар жүрек, халық қаһарманы Бауыржан Батыр туралы айтқым келіп отыр. Бауыржан Момышұлы деген есімді естігенде ең бірінші патриот, еліне адал адамның бейнесін елестетесің. Батыр атамыз соғыстан оралғаннан кейін батырдың қаруын қаламға айырбастағанын білеміз. Ол майданда бір ерлік етсе, сөз майданда екі ерлік көрсете білді. Батыр бойында қайрат, күш-жігер, қайсарлық молынан көрінеді. Бауыржан атамыздың әділетсіздікке, екіжүзділікке қарсы тұрып, талай жерде өзіне жау тапқанын тілге тиек етеді. Әбдіжамал Нұрпейістің шығармаларын оқығанда Бауыржан Момышұлын мейірімді деп айту өте қиын. Жүзі суық, сұсты, қараған адамды өзіне еріксіз бағындырып қояды. Қатал, әскери тәртіппен өмір сүрген жан. Ел басына күн туса фильмінде Бауыржан Момышұлының рөлін сомдаған Кәукен Кенжетаев былай еске алады. Тік мінезді, қатал, әрі пікірін, ойын ашық айтатын. Бірдеме дұрыс болмай қалса, бірден сазайыңды тартқызудан да танбайтын. Батыр бейнесінің әр қыры оның өз шығармаларынан да анық байқалады. Қазақ халқында мынандай сөз бар: ғалымның аты өлсе де хат өлмейді дегендей, батырдың ерлік туралы айтқан қанатты сөздері де ел аузында сақталып жүр. Жұртым деп жұмылып, елім деп езіліп қызмет ет. Жауынгерлік тәрбие әскерлік киімде емес, жөргекте жатыр. Орынды зіркілдеу сабақ, орынсыз зіркілдеу азап. Орынды зіркілдеу жастары дұрыс жолға, орынсыз зіркілдеу бұрыс жолға салады. Мәжит Бегалиннің «Ел басына күн туса» фильмінің мазмұнын мына біздер, қазіргі жастар, орта буын біле білмейміз. Өйткені ол фильмді қазір көрсетпей деуге болады. Фильм 316-шы Панфилов дивизиясының батальоны туралы. 1941 жылы қарашада осы батальон дивизияның негізгі күштерінен бөлініп қалып, Мәскеу түбіндегі Матернино деревнясында дұшпанды тұтқынға алғандағы 3 күннің хикаясы суреттеледі. Жарайсың, құттықтаймын, хас жауынгер, нағыз командирдің қандай болатынын көрсеттің, деді де Бауыржан Момышұлы актерді құшақтады. Момышұлы содан кейін: Кәукен кәрі Бауыржан ғой, ал мен әрқашанда жаспын деп жүретін болды, дейді Мәжит Бегалин. Ғасырдан ғасырға өтіп, тарих шежіресіне талай ерлік пен қаһармандардың үлгілері жазылар. Бірақ солардың ішінде Ұлы Отан соғысы, Гитлершіл Германия әскерлерін талқандап, жер жүзін фашизм апатынан аман алып қалған ұлы жеңіс халық қаһармандарының өшпес өнегесі болып мәңгі жарқырай береді. Жеңіс күні адамзат аңсап өткен күн, жеңістің туын тіккен 1945 жылға 9 мамыр азаттық күрестің айбынды күні. Міне, бүгінгі таңда біз сол тамаша жеңістің 69 жылдық мерейтойын тойлағалы отырмыз. Бүгінгі жастардың болашағы, бақыт үшін қан төккен аға-апалардың даңқы еш уақытта өшпейді. Олардың рухына біздер тізе бүгіп бас иеміз.